Бірақ заңды құқықтық тұрғыдан келетін болсақ, заңда мынадай бір ұғым бар, барлық заңгерлер оны біледі, де юре, де факто деген. Де юре бізде 2 айлы тыйым салынған, оны бәріміз білеміз. Ол заңда тұр, заңсыз деп саналады, тыйым бар, жауапкершілік жоқ әрине, бірақ тыйым бар. Де факто енді біз чиновник емес, кез келген жағдай бар азаматтың 2-ші, 3-ші, 4-ші әйелдер бар екендігін білеміз. Бірақ мен қарсы болды екен деп, сіз қарсы болды екен деп, заңда тыйым бар екен деп тоқтап жатқан адам жоқ. Сондықтан бұны заңдастыру керек деп есептеймін біз басым. Сіз тоқалдықты заңдастыру қажет деп есептейсіз? Заңмен реттеу қажет.